ізденеді деп ойлаймыз. Сондықтан ең бірінші сіздерге осы презентациямызды көрсетпес бұрын жалпы бұл жерде вебинар жүргізу ережесімен келісім. Кез келген оқушымен онлайн сабақ жүргізу барысында немесе әріптестеріңізбен вебинар жүргізу барысында нақты сақталу керек. Мектептегі қауіпсіздік ережесі сияқты вебинар жүргізу ережесімен келісім болу керек. Ол біріншіден микрофонды қосу, өшіру қажет кезде, видеокамераны қосу, өшіру, шатқа жазу арқылы сұрақтар қою және әрі-бері қимылдың болмауы. Осы дүниелерге байланысты біз артымыздағы отырған мына фонымыз кейде үй жағдайында, кейде бір басқа да мектепте, үйде емес мекемеде болған кезде біз өзімізге осы Zoom-ның сіздерге бір керемет қосымшасын көрсеткіміз келіп тұр. Сіздерге экранда көрініп тұрса, мына видеоның қасында мына тетікшені басасыз. Сол жерде выбрать виртуальный фон деген бар. Осы фонды басу арқылы сіздер сабақтарымыздың тақырыбына қатысты фонды таңдап ала аласыздар. Ал мысалы сіздерде автоматты түрде өзі виртуалды фонды беріп тұр Zoom. Ал сіз өзіңізге сабағыңызға қатысты виртуалды фон қосу үшін плюс нүкте добавить изображение деген нүктені басып, қараңыздар. Кез келген жерде өзіңізде сақтаулы тұрған суретті таңдап алып фоныңызға қоя аласыз. Бұл көп уақытты алмайды. Бізде қазір кішкене күн сәулесінің түсуіне байланысты біздің суретіміз көрінбей тұр. Біздің фонымызда бүгін Абай, өйткені бүгін Қазақстан Республикасының президентінің қаулысымен 10 тамыз Абайдың туған күніне байланысты, 175 жылдығына байланысты елімізде бұдан былай Абай күні болып есептелінеді. Міне менің фонымда Абайды қойдым. Осылай сабақтың фонын өздеріңізге ауыстыра аласыздар. Жақсы, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бұны жабайын сіздерге. Виртуалды фон. Енді осы біз әріптесім Әдия Нұрбекқызы екеуміз Ғаламат онлайн мектебі, соның ішінде онлайн мұғалім вебинар курсын оқыдық. Осы жердегі бізге өзімізге әртүрлі платформалармен әріптестеріміз таныстырады. Біз осы жердегі жалпы онлайн мұғалім болу үшін бізге не қажет деген нақты ғаламторда беріле бермейтін ақпараттармен сіздермен бөліскіміз келіп отыр. Бұның авторы онлайн мектеп жасаудың 12 қадамы кітабының авторы бар жоқ 20 жастағы Айнұр Жүсіп деген біздің әріптесіміз. Қазіргі таңда Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің 4-ші курс студенті екен бұл қыз. Онлайн сабақ түсірудің 7 тәсілімен сіздерді бүгін қысқаша таныстырып өтеміз. Әдия Нұрбекқызы сөз сізде. Құрметті әріптестер, біріншіден келе жатқан жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Негізі денсаулық, отбасымыз аман, еліміз тыныш болсын. Енді 7 тәсілмен танысқанда ең қарапайым, ол біріншісі телефон плюс тақта дейді. Ең қарапайым нұсқасы осы болады. Мысалы, сабағымыз телефон арқылы тақтада сабақ түсіндіру арқылы түсіріледі. Телефонмен YouTube канал ашып, бір форматпен жасалынады. Сіз білесіз, енді YouTube ол тегін канал, бір айдың ішінде бірнеше подписчикті жинауға болады. Екіншісі, камера плюс монтаж. Ол не дегеніміз? Адамға камера қарап тұрып, мұғалім сабақ тақырыбын түсіндіріп отырады. Ал қасында монтаж арқылы жазулары шығады. Үшіншісі, қол плюс телефон. Не ол екен? Парта бетіне қағаз қойып, оған қолымен жазып түсіндіреді. Мысалы, есепті шығарғанда, УБД-ға дайындалғанда, осының бәрін осының бәрін телефонмен түсіріп, сабақты көрсетуге болады. Кәдімгі ручкамен жазып, түсіріп, соны көруге болады. Төртіншісі, аудио плюс видео немесе сурет дейді.
мысалы видео немесе сурет көрсету барысында материалға толықтыруларды ауызбен айтып түсіндіріп тұрады. Бесіншісі, графикалық планшет. Әрқайсымызда, енді балаларымызда да планшет бар. Сол планшетке арнайы қаламмен жазып, сабақты түсіндіруге болады. Адамның қолы өзі көрінбейді. Тек қана оның жазуы ғана экранда көрініп тұрады. Алтыншысы, графикалық планшет плюс веб-камера. Тура сол сияқты планшетте материалдарыңыз көрініп тұрады. Оң жағында өзіңіз суретіңіз, кәдімгідей сөйлеуіңіз. Меня не слышно. Түсіндірулер. Ал жетіншісі, презентация плюс веб-камера. Не үшін бұл тәсілдер беріледі? Ол мұғалімге де оқушыға да үлкен жеңілдік. Мұғалім бір рет сабағын түсіріп, ютубқа немесе тікелей эфирге жібереді. Ал оқушы тақырыптың бірінші кезеңін түсінбесе, сол ссылка бойынша мұғалімнен сұрауға болады. Ал енді сөз кезегінде Динара Молдатаевнаға беремін. Әріптестер, осы онлайн мұғалімді оқу барысында біздерді осы жас мамандар, өздеріңіз әріптестеріміз осы онлайн сабақтар өткізуде Шаталов методикасын пайдалану тиімділігі туралы айтты. Виктор Федорович Шаталовтың, жаңашылық педагогтың мектепте жаңағы орта қабылдамаған қиын, тәрбиесі қиын 33 баланы жинап алып, сол 33 баланың жоғарғы оқу орнына түсуіне жаңағы себепші болған ұстаз. Жалпы бұл ұстазды кеңес үкіметі кезінде бұл кісінің методикасын көп қабылдамаған себебі, бұл кісінің жалпы тұжырымдамасы бойынша 8 жылдық біліммен оқушыға жалпы мектеп бағдарламасын меңгертуге болады деп. Бірақ оны кеңес үкіметі кезінде бұл кісінің бұл идеясын көп қабылдай қоймады. Енді біз сіздерге осы Шаталов методикасына тән ерекшеліктердің үшеуін айтқымыз келіп отыр. Ол сыныпта сабақ барысында сайыс ұйымдастыруға болмайды деп шешкен екен. Бір жағынан біз бұнымен де келісеміз. Ол кісі былай түсіндіреді: сыныпта егер сен әр оқушы осы тапсырманы орындаса, 100% орындаған әр оқушыға жаңағы жоғарғы ұпай беріледі дейтін болсақ, бұл дұрыс ұғым деп есептемейді. Жалпы сыныпта сайыс ұйымдастыруға болмайды дейді. Өйткені біз жаңағы тапсырманы, осы тапсырманы бүкіл сынып болып 100% орындасаңыздар, сіздер ең жоғарғы бал аласыздар деп сыныпты бірге жұмыс істеуге, бір-біріне көмектесуге ұйымдастыруды жөн көреді екен. Екіншісі, бұл оқушы әр нәрсеге өз ойымен жету керек. Бұл қарап отырсаңыз, қазір біздегі жаңа критериалды бағалау, критериалды сын тұрғысынан ойлау дегеніміз осыған келетін сияқты, оқушы әр нәрсеге өз ойымен жету керек. Мысалы, осы онлайн сабақ беру барысында біз оқушыға, мысалы, тақырыбымыз Абай болатын болса, Абайдың өмір баянын өзіміз айтып беруіміз қажет емес екен. Оны біз бүгін Абай туралы ең қызық тақырыпқа байланысты, ең қызықты материалдарды өміріне байланысты сіз тауып келіңіз деген тапсырма беру арқылы өзінің ойымен, өзінің еңбегімен бала табысқа жету керек деп есептейді. Үшіншісі, тірек сызбаның көмегімен ақпаратты еске сақтау керек, сонда нәтижесі көрінеді дейді. Өйткені жалпы тірек сызбаны осы уақытқа дейінгі өздеріңізбен бірге оқыған қанша курс вебинарларда осы айтылып жатыр. Тірек сызбаның артықшылықтары, жаңа оқушыға оқу материалы жинақы қысқаша беріледі. Оқушы оқу материалының ішінен ең негізгісін таңдап үйренеді. Оқушы таңдап алған танымдылық, білімділік түсініктерін бір-бірімен байланыстырып, қарапайым жүйе жасауға үйренеді. Оқушы оқулықпен жаңа қосымша әдебиеттермен жұмыс жасауда дағдыланады. Оқушы өзінің танымдылық деңгейін біледі. Өзін өзі бағалауды үйренеді. Осы жалпы тірек сызбаны қазірде біз сатылай талдау арқылы, жаңа X-Meet'та жұмыс істеу арқылы біз қазір қолданып жүрміз, әріптестер. Бірақ осы тірек сызбаны Шаталов жалпы білім берудегі табысқа жетудің ең бір тиімді тәсілі деп санайды екен. Біздің сіздерге айтарымыз осы, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Рахмет сіздерге. Рахмет.
Сұрағымыз жоқ, рахмет. Құрметті әріптестер, келесі кезекте жас маман Ерғали Әсемекеміз Kahoot және Microsoft Forma платформасының қашықтан білім берудегі тиімділігі туралы ойымызбен бөлісеміз. Microsoft Forma платформасы, егер қолданып жүрсеңіздер, Google Forma платформасына өте ұқсас келеді. Естімей жатыр ма? Өте ұқсас келеді. Бұл жерде Google арқылы осы Microsoft Forma платформасына кіресіздер. Microsoft Forma платформасына кіресіздер. Және бұл жерде создание учетной записи дейді. Егер учетный запись болмаса, өздеріңіздің ұялы телефондарыңыз арқылы кіресіздер және сіздердің телефондарыңызға код келеді. Сол код арқылы сіздерге осы Microsoft формасына кіруге мүмкіндік болады. Және келесі кезекте өздеріңіздің жаңағы электронды адрестеріңіз арқылы осы платформаға кіре аласыздар. Платформаға кіргеннен кейін сіздер ары қаратай өздеріңіздің мақсаттарыңызға байланысты жұмыстың түрін таңдайсыздар. Создать форму деген, мысалға бұл жерде жаңағы көшіріп мәтінді қоя аласыздар. Ал создать тест бұл жерде кәдімгі сабақты қорытындылау кезінде немесе соч алған кезде тапсырмаларды орналастыруларыңызға болады. Так, мына жерде 6 сыныпқа біз арналған тапсырмаларды үлгі ретінде орналастырдық. Мына жерде выбор деген бастырмада бұл жерде өздеріңіз жаңағы дұрыс жауапты таңдап жаза аласыздар. Текст, яғни бұл жерде тексті басып, кез келген жаңағы өздеріңіз оқушыларға ұсынатын тексті көшіріп осы жерге қоя аласыздар. Так, осы жерде жаңағы добавить деп келесі сұрақты қоюларыңызға болады. Және мына жерде жаңағы сол сабақтың мақсаттарын және дескрипторларды енгізуге болады. Так, келесі принять. Так, бұл платформаның Google формадан ерекшелігі, яғни оқушылардың жауабына длинный ответ деген бастырманы бассаңыздар, оқушылар жаңағы сіздер ұсынылған сұраққа толық жауап бере алады. Және келесі добавить дегенді басып, өзінің жаңағы қосымша жаңағы сұрақтарыңызға жауап бере алады. Енді обязательно деген бастырманы бассаңыздар, бұл жерде осы тапсырмаға оқушы жауап бере алмай, келесі тапсырмаға өте алмайды. Бұл жері Google формаға өте ұқсас. Мына жерде мысалға екінші тапсырма, сөздердің аудармасын жазу. Осы тапсырмаға мен өзім балаларға алдын ала 3 балды бере аламын. 3 балды бере аламын. Так, мына жерде келесі тапсырмада мысалға дескриптор бойынша әр тапсырмаға мен 7 балл беріп қойдым. Так, енді просмотр оқушыларға осы тапсырмаларды отправить арқылы мына бұрышында тұрады, отправить бастырмасын басу арқылы жібере аласыздар. Және бұл платформаның тиімділігі, оқушылардың жауабын сіздер мысалы жалпы сынып бойынша көре аласыздар. Мысалы оқушының аты жөні жазылған және қанша оқушы жауап берген жазылып тұр. Және әр оқушының жеке тапсырмасын тексеріп, мысалға мынау мен осы тапсырмаға берген 2 балл, осы баланың тапсырмасын тексеріп, мысалға осы 2 балға толықтай жауап бермесе, немесе оқушының жауабы сәйкес келмесе, осы 2 балды мен 1 балл деп өзгерте аламын. Мына жерге мен өзгерту жұмысын жүргізе аламын. Және мына бастырманы басып, әр оқушыға істелген жұмысы бойынша комментарий жаза аламын. Осы жері өте тиімді.
Так, мына жерде міне әр оқушы респондент деген әр оқушының жаңағы несі жұмысын ашып толықтай қараламын. Мына жерде мен ұсынып отырған балл және оқушының жинаған баллы. Так, тағы бір бұл жердегі ерекшелігі сол сияқты оқушылардың жауабын Excel арқылы да алып толықтай жаңағы қарап тексеруге болады. Жаңағы өзіміз берген балымызды өзгертіп отырған кезде автоматты түрде, онлайн түрде оқушылардың жалпы балы саналып дайын күйінде осылай жаңағы Excel арқылы немесе жаңағы толық жауап арқылы ұсынылып отырады. Міне сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Осы мені презентацияны кейін жалпы топқа жіберіп толығырақ таныссаңыздар болады, жібере аламыз. Аха, рахмет назарларыңызға. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Ерғали Әсем Нұрғазықызы. Мен сіздерге Kahoot бағдарламасы туралы көрсетіп ұсынғым келеді. Kahoot бағдарламасының тиімділігі бұл балаларды бағалауға арналған керемет платформа деп айтуға болады. Stepik.org сайтынан қашықтан оқытуды үйренемін курсына қатысқан болсаңыз, ол жерде Kahoot-ты бізге ұсынып бағалауға арналған таптырмас платформа деп айтқан болатын. Келесі Kahoot-қа қалай тіркелеміз? Google-ға кіреміз де create Kahoot it, яғни жазамыз. Одан кейін бірден автоматты сол сайтқа сілтеме жіберіледі, сілтеме болады. Келесі тіркелу үшін бұл негізгі айта кететін жайт, Kahoot негізгі тілі ағылшын тілі, бірақ Google-да автоматты түрде мына қарасаңыздар, орыс тіліне аударатын өзінің бір функциясы бар. Келесі тіркелу үшін sign up, болмаса Google аккаунтыңыз болса, мына жерде Google-мен кіру деген бар, сол батырмаға басасыздар. Негізгі бір минусы, егер сіз мұғалім ретінде тіркелетін болсаңыз, онда бұл платформа сізге ақылы болады. Егер студент ретінде тіркелетін болсаңыз, бұл платформаны тегін пайдалана аласыз. Бұл жерде сіздерге ұсыныс, студент ретінде тіркеліңіздер. Кейін бірінші нұсқа, екінші нұсқа деп қойдым. Бұл автомат түрде қалай біз Kahoot сайтына кіре аламыз, соның сіздерге көрсетілген суреті. Қарапайым шарттарды орындап, сіз аккаунтқа кіріп, Kahoot-тың өзіңіздің аккаунт жасай аласыздар. Енді кірген кезде бірінші ағылшын тілінде тұр, Home, Discover, Kahoot, Reports деп. Бұл жерде Home дегеніміз өзіңіздің міне страница ашылады. Discover деген жерде бұл іздеу деген. Іздеу, қазақша іздеу деп аудардым. Kahoot бұл жерде сіздер көшірілген, тапқан, болмаса өзіңіз жасаған Kahoot-тар тізбесі тұрады. Екіншісі Reports, сол жерде тест нәтижелерін көре аламыз. Мен сіздерге ашып қойдым. Discover, кез келген мысалы бүгінгі Абай Құнанбайұлының жылына байланысты Абай Құнанбайұлы деп іздеген кезде бізде алдында 216 нәтиже шығады. Абай Құнанбайұлыға байланысты тест сұрақтар, Kahoot-тар. Бұны сіз өзіңізге көшіріп алып, оны кейін өзгертсеңіз болады. Мен өзім көшіріп алдым, және мына жерге сіздерге дубликат және көшіру дегенді қойып қойдым, өзіңізге көшіре аласыз. Келесінде, егер өзгерткіңіз келсе, мына жерде play-дің астына edit деп тұр, соған басасыз. Ал егер өзгертпей оқушыларға жібергіңіз келсе, play деген басы. Play деп өзіміз білеміз, ойнау дегенді білдіреді. Келесі, сіздерге түсінікті болу үшін ағылшын тілін қазақшаға аудардым. Өзгерте аласыз, яғни Kahoot көшірген Kahoot өзгерте аласыз, атауын өзгерте аласыз, көшірмесін жасай аласыз, және оны оқушыларға жіберу үшін play батырмасын баса аласыз. Келесі, Абай өмір сүрген жылдар, яғни осы Kahoot-ты ашқан кезде осы сұрақтар келеді, және бұл платформаның қызығы балаларға сілтемен жіберген кезде олар өзара ойынға түсіп, бір-біріне белгілеп, мысалы, үшбұрышты, қызылды, дөңгелек сарыны белгілеу арқылы олар өздерінің ойын арқылы сабақты ұйымдастыруға арналған керемет платформа деп айта аламыз. Мына жерде түсінікті. Қазір қашықтан оқытуға байланысты Kahoot-та да өзгерістер болды. Бұл жерде біріншісі мектепте, яғни балаларды көрген кезде жұмыс істеуге арналған хост, яғни екіншісі challenge. Challenge дегеніміз қашықтан балаларға сілтемен жіберу арқылы, ол балалар сілтемен кіреді, өзінің аты жөнін жазады, бірден кодты теру арқылы, болмаса сілтемеге кіру арқылы ойын басталады. Бұл жерде қазір сізге көрсетем. Біз
бұл жерде настройкадан мысалы қыркүйектің 3 күні сабағымыз болатын болса, 1-2 сағаттың ішінде жауап беру үшін 12-ге дейін, 1-ге дейін, 2-ге дейін деген уақытты таңдаймыз, және сұрақтарды уақытын белгілейміз, содан кейін create, яғни жасау дегенге басқан кезде бірден автоматты түрде copy or, яғни сілтемені көшіру дегенді басып, біз оны WhatsApp группасынан, болмаса басқа да группалардан жібере аламыз. Сол кезде неше сұрақ бар екендігі, қанша оқушы қатысқандығы, неше оқушы және ойын ойнағандығы, қай сұраққа қалай жауап бергенді барлығы бізде осы Kahoot-тың страницасында көрінетін болады. Мысалы, абай өмір сүрген жылдар, дұрыс жауап берді, дұрыс жауап бермеді деген секілді. Ал мына бет бұл оқушыда қалай көрінеді, соны мен жазып қойдым. Оқушы сілтеме кірген кезде Абай Құнанбайұлы, яғни бүгінгі сабақтың Абай Құнанбайұлы аты жөнін теру, nickname аты жөні және OK Go басу арқылы бірден ойынға кетеді. Міне балалар да осылай көрінеді. Балалар сұрақты көреді және жауап беру үшін қайсы дұрыс болады, соны таңдап жауап береді. Одан кейін сіз өзіңіздің сайтыңызда оқушының аты жөнін көресіз, олар неше пайыз дұрыс жауап берді және олардың негізгі ұпайлары қанша, соны көре аласыз және оны оқушыларға жібере аласыз. Excel вариантында көшіруге болады. Және Excel вариантында болған кезде сіз бірінші сұраққа қандай оқушы қалай жауап берді, неше сұраққа жауап берді, неден қателесті көре аласыз және оқушылармен кері байланыс жасай аласыз. Сіздерге осы Kahoot платформасын ұсынғым келеді және бұл біздің қазір қашықта оқытуда бағалауға арналған жақсы платформаның бірі. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Келесі бізде Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма мен даусым, әріптестер? Тамаша естіліп тұр. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, келе жатқан 2020-2021 жылғы оқу жылымен құттықтаймын сіздерге. Әрине пандемия кезінде бәрімізге дайындық, аса күрделі дайындықты қажет етеді, бірақ сонымен қарамастан бізге алға жылжу керек. Енді осы өткен уақытта мен нені түсіндім? Ең бірінші адам қашықтан оқыту кезінде өткенде Global сапа республикалық конференциясында бізге мына жүйені ұсынды. Ойлаудың жаңағы мазмұны болу үшін ең алдымен жүйелі ойлау керек және оның интеллектуалды қабілетлі болу керек екен. Осыған байланысты біз күнделікті сабақ өткен кезде өзімізге таныс ғана платформаларды алуды түсіндім. Өзім осы оқыған курстарым бойынша, степиктен үйренген нәтижелерім бойынша ең бірінші балаларға өзі үйренген немесе параллельді оқыған балаларға бір ғана платформаны алғанын ұсынған дұрыс деп шешім береді. Себебі бала өзі үйренген дүниемен ғана жұмыс жасау оңай екен. Енді ол платформаларды алудың өзіне қарай Bloom таксономиясына байланысты мақсатты меңгертуде бізде арнайы платформаларды жіктеп беріп отыр. Бұл Stepik сайты бойынша, Stepik оқыған курсымыз бойынша, мысалы бізде Zoom бағдарламасы, ол бізге берілгені сабақтың контент кезінде дейді, түсіндірме жұмыстары, бейне сабақтарды, немесе балаларменен сабақтың басындағы жақсы ұсынатын сабақтар кезеңнен кейінгі жүзеге асатын балалардың түсінген сабақтар, бейне сабақтардан түсінгеннен кейін Classroom бағдарламасы бізге тиімді болып табылады. Енді осы бағдарламалардың ішінен мен көрсетіп отырған онлайн мектеп, Learning Cups, Zoom Classroom ішінде әрине ол Learning Cups бағдарламасы болып отыр. Бұл бағдарлама бізде
жаңағы сабақтың басында емес, немесе сабақтың соңында емес, бір-екі сабақ өткеннен кейін, немесе сабақтың ең соңында, кері байланыстың алдында жүргізілетін таптырмайтын платформа болып табылады. Және бұл платформалардың негізгі ішінде функциялары өте оңай. Себебі платформаның ішіндегі дүниелердің барлығы бізге жаңағы таныс дүние болып табылады. Және ол жердегі дайын барлық пәндер бойынша дайын бағдарламалар құрастырылған. Қазір мен сіздерге көрсетіп өтейін. Міне Learning Apps біз осылай Google-ға жазатын болсақ, Chrome-ға бізде осы сайт ашылады, осы терезе ашылады. Терезеден кейін біз өзіміздің бар аккаунтымызбен тіркелгеннен кейін бізге learningapps.org деген арнайы терезе ашылады. Енді бұл платформаның ең тиімді жағы қарайтын болсақ, бұл жерде My классы деген бар. My кіретін болсаңыздар, өздеріңіз сабақ бересіз, және осы жерге балаға аккаунт ашасыз. Аккаунт ашқаннан кейін балаларға арнайы аккаунттар мен парольдар беріледі. Содан кейін оқушыларды осы жаңағы парольдар арқылы кіргеннен кейін пригласить учеников деп басқан арқылы сіздер баланы жаңағы осы сайтқа шақыра аласыздар. Және одан кейін шақырып алғаннан кейін екінші бір жақсы дүниесі, балалар тапсырманы орындағаннан кейін мына жерге әр тапсырма бойынша балалардың статистикасы неше пайызға жұмыс жасады. Енді бұл бағана айтып өткенде, бұл жаңағы Learning Apps барлық пәндер бойынша бізде тапсырмалар жүктелген. Қарап отырсаңыздар, ағылшын тілі, астрономия, биология тілдерге байланысты барлық пәндер бойынша арнайы тапсырмалар бар. Осы жерде кез келген тапсырманы ашып, сіздер жаңа балаларға тапсырманы беруге болады. Блиц олимпиада ұйымдастыруға болады, сөздердің бос орнын тастап кетуге болады. Ал егер қазақ тіліне немесе басқа да өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша тапсырма құрамын десеңіздер, новое упражнениені басасыздар. Новое упражнение бойынша сіздерге арнайы терезелер ашылады. Пару, классификация, мысалы, заполнить пропуски дейді, арнайы терезелер ашылады. Осы жерге кез келгенін ашып, сіздер тапсырманы орындауыңызға болады. Бұл осылай жұмыс жасау болады. Ал енді мен сіздерге өзім сыныбыма байланысты жасаған, мысалы, бүгін Абайдың 175 жылдығын арнайы бір тапсырманы жасадым. Осы тапсырманы ұсынып көрсек, бұл жерге тағы бір жақсы жері видеоны, аудионы нұсқасын қоюға болады. Мысалы, қараңыздар, видеоны көріп, сұрақтарға жауап беріңіз. Сұрақ: Лермонтовтарға аударған өлеңін атаңыз дейтін болсаңыз, бала бірден жауап береді, одан кейін дұрыс нұсқасын сіздер ұсына алуыңызға болады. Яғни бала өзінің жұмысын қайтадан видео арқылы жаңағы түсіндіре алады. Міне осындай жақсы видеолар бар. Табиғат басқан шеберлікпен жырлауы. Жазғы тұры, жаз, күз. Міне осы сияқты сіздер тапсырмаларыңызды ұсынуға болады. Одан кейін тағы бір жақсы жері, бұл тапсырмаларды ұсынғаннан кейін сіздер өздеріңіздің сыныбыңызда балаларды тексере аласыздар. Содан кейін ол құрған тапсырмаларыңызды сіздер арнайы интернет ссылка арқылы QR кодпенен барлық жерге жариялай алуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл барлық айтылған кірген кезде өте түсінікті және барлығына қолжетімді платформа болып табылады. Бағана барлық пәндерден нұсқалар берілген. Енді бұл әріптестер айтып отырған барлық платформалардың бәрі әрине тек мақсатқа дұрыс таңдалу керек, сонда ғана өз нәтижесін береді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, немесе осы сайтқа байланысты презентацияны мен сіздерге арнайы алмалбаққа жіберетін боламын. Сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен естіліп тұрмын ба? Сәлеметсіз бе? Я естіліп тұрсыз. Мен бүгін сіздерге оқушылардың білімін қалай тексеруге болады, ойын түрінде қалай тексеруге болады, сондай екі тесттің 3 түрін көрсеткім келеді. Ең алғашқысы бұл Рүсірлемна демонстрацияны қосыңыз. Қостым. Көріне ма енді? Жоқ, көрінген жоқ. Жоқ, әлі шықпады демейміз. Көрінген жоқ па? Жоқ.
Жоқ, әлі көрінбеді. Енді қалай көремін бұған. Демонстрация қосылды. Қосылды ма? Көрінді ма енді? Көрінді ма, қыздар? Жоқ, көрінген жоқ. Онда Замира басқа кезекті мен берейін қазір. Кішкене шатасып қалдым мына жерде. Көрінбей жатыр Нұрила. Замира кезекті басқа мен шатасып кеттім мына жерде. Енді көрінді ма? Көрінді, Нұрила Сәлімовна. Бастай беріңіз. Иә, апай, көрінді. Рахмет. Енді Көрінді. Мен Абайдың Ескендір поэмасын өткеннен кейін осы ойын тестін құрастырдым. Мысалы үшін оқушы екінші сұраққа жауап беремін дейді. Ескендірдің әкесі кім деп сұрағын береміз, ол жауап береді, Филипп деп. Не болмаса төртінші сұрақты алса, Ескендірдің алған дегенде жауабын береді, сосын дұрыс жауабын көре алады. Жер жүзін жаулап алу дейді. Не болмаса сегізінші сұрақты Ескендірдің көзіне жалтырап түскен сәуле не? Дұрыс жауабын айтады, содан кейін өзін тексеріп алады. Мөлдір бұлақ дейді. Тоғызыншы сұрақты таңдаса, бұлақ суының дәмі қандай дейді? Жауабын көре алады, өзгеше тәтті дейді. 11-ші сұрақтан қақпадан Ескендір қандай алады дейді? Бір қу сүйек алады дейді. Сол сияқты Ескендір поэмасын өткеннен кейін мен 17 сұрақ құрастырып, оқушы жауабын алады да, содан кейін жауабын тексере алады. Бұл бірінші тест тапсырмалары. Енді келесі тапсырма бұл бастауыш және орта буынның оқушыларына арналған тест болады. Мысалы үшін, Абайдың қазақ әдебиетіне ұйқастыратын әкелген өлеңі қайсы дейді. Егер де жауап дұрыс болса, осындай дыбыс шығады. Егер де дұрыс болмаса қызыл, дұрыс болса жасыл шығады. Келесі сұраққа өтсек, келесі әнге айналған Абайдың өлеңі. Сұрағы дұрыс болса, дұрыс болмаса қызыл жанады, қызыл жана дұрыс болса. Келесі Абайдың қазақ әдебиетіне ұйқастың жаңа түрін әкелген өлең. Дұрыс болмаса қызыл, дұрыс болса сегіз аяқ. Мінекей осындай тесттерді мен сіздерге ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, мен мына шаблондарды жібере аламын. Жақсы, Нұрила Сәлімовна, рахмет. Келесі. Сіз алыңызшы. Жанар Болатовна, келесі сөзге кезегін сіз алыңызшы. Апай. Сәлематсыздар ма? Естіліп тұр ма?
Саламатсыздар ма, әріптестер? Демонстрация экрана қосыңыз. Саламатсыздар ма, әріптестер? Естіліп тұр ма даусым? Естіліп тұр. Аха. Қазір мен сіздерге видео презентация көрсетемін. Бәрі көрініп тұр ғой, а? Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздерге Google Meet платформасы туралы айтатын боламын. Google Meet платформасы қазіргі таңда тегін болып табылады, және де 100 адамға дейін қосылуға мүмкіндік береді. Ең алдымен платформаға кіру үшін сізде Google аккаунт болуы қажет. Бұл платформа телефон номерін қажет етпейді. Егер сіздер компьютер арқылы кірсеңіздер, тек қана Google браузері арқылы жұмыс істейсіздер. Егер сіздер телефон немесе планшет арқылы жұмыс жасайтын болсаңыздар, Google Meet приложениесін қосымша жүктейсіздер. Қазір мен сіздерге екі жолында көрсетемін. Google аккаунт арқылы кірген кезде бірден көретіндеріңіз начать встречу және вести код встречи деген батырмалар шығады. Оң жағында настройки батырмасы тұрады. Ол жерде аудио, бейне және жалпы настройкалары бар. Начать встречу батырмасын басқаннан кейін жалпы үлкен экран шығады. Астыңғы панельде дыбысты және бейнені өшіріп қосатын батырмалар шығады. Және де астыңғы оң жақ бұрышында бейне кездесудің настройкаларын көресіздер. Конференция экранының оң жағында шақыру ссылкасы көрінеді. Показать на главном экране батырмасын бассаңыздар, экран көрсетілімі шығады. Присоединиться батырмасын басқаннан кейін добавление участников терезесі шығады. Оны қоса аласыздар. Бұдан бөлек астында ссылка беріледі. Оны өшіріп, қатысушыларға жіберсеңіздер болады. Конференция экраны ашылған кезде астыңғы панельде тағы да дыбысты және бейнені өшіріп, қосу батырмаларын көресіздер. Сонымен қатар конференцияны аяқтау батырмасы да тұрады. Астыңғы оң жақ бұрышта показать на главном экране және үш нүске настройки батырмалары тұрады. Қосымша бұл жерде толық экранды режим мүмкіндігі бар. Сонымен қатар изменить макет батырмасы арқылы конференция құрылысын өзгерте аласыздар. Экран көрсетіліміне көшетін болсақ, үш нұсқасы бар. Толық экран, окно, вкладка құру. Окно батырмасы арқылы жеке приложенияларды ашуға болады. Жоғарғы оң жақ бұрышта қатысушылардың тізімі және чат тұрады. Чат арқылы конференцияда уақытында хабарлама жаза аласыздар. Енді телефон және планшет арқылы қолдану туралы айтып кетемін. Ол үшін Google Meet қосымшасын Play Market немесе App Store арқылы жүктеп алып, Google аккаунт арқылы кіресіздер. Ашқаннан кейін ең алдымен таныс дауысты және бейнені басқару батырмаларын көресіздер. Дәл браузердегідей конференцияны бастау, немесе дайын конференцияға кіру мүмкіндігін беретін батырмаларын көресіздер. Дәл браузердегідей ссылканы көшіріп жібере аласыздар. Сондай-ақ код арқылы немесе шақыру ссылкасы арқылы басқа ұйымдастырушының конференциясына кіре аласыз. Қатысушылар мәзірінде сіздерде белгілі бір қатысушыны бекітуге мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен қатар, ұйымдастырушы қатысушылардың дауысын өшіре алады, тағы да конференциядан шығарып тастай алады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады.
Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Бегерім, демонстрация экранына қоса ғой. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Аха, естіліп тұр, естіліп тұр. Естіліп тұр, Әйгерім. Қатырақ сөйле. Естіліп тұр. Қазір сіздерге Дарын онлайн туралы видео көрсететін боламын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге Дарын онлайн платформасы туралы айтатын боламын. Дарын онлайнды қолдану үшін бізге ұялы телефон, планшет, ноутбук қажет болады. Бірінші тіркелу деген батырманы басу арқылы аты жөнімізді, емайл және құпия сөзді енгізіп тіркелетін боламыз. Дарын онлайнға тіркеліп болғаннан кейін енді ары қаратай. Негізі Дарын онлайн платформасы ақылы түрде қолданылады. Бұл жерде бастапқыда жаңағы тегін тесттерді орындауға болады. Мысалы үшін оқушыларға үй тапсырмасын берген кезде 6 сынып қазақ тілі пәнін таңдап алайық. Осы жерде тесттер дегенге кіреміз. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз мәтін және оның түрлері болатын болса, үй тапсырмасына оқушыларға осыған байланысты тестті орындауға тапсырма береміз. Осы жерде телефонмен орындауға өте қолайлы. Оқушылар дұрыс жауапты басу арқылы соңында тест нәтижесін көре алады. Тестті аяқтаған кезде қанша сұрақтан қате кеткенін барлығын айтып береді. Яғни тестті қайтадан орындауға болады. Тағы да, мысал үшін жаратылыстану пәнін таңдайық. Жаратылыстану пәні бойынша мына жерге жазып енгізу арқылы. Меню дегенді басты мәзірді басатын болсақ, бұл жерде түрлі олимпиадаларға қатысуға болады, және де ОБОТ-ға арналған 11 сыныптар тест тапсырмасын орындай алады. Бірақ та бұл ОБОТ тест тапсырмалары ақылы түрде орындалады. Және де олимпиадалар бұл жерде ұстаздарға арналған олимпиадаларға қатысуға болады. Алдында бізде 4-ші тоқсанда өткен кемеңгер ұстаз деген олимпиада болып өтті. Осы қыркүйек айынан бастап қайтадан олимпиадалар қосылады. Міне мына жерде кошелекті толтыру деген жаңағы Каспи арқылы, Киви терминалдар арқылы өзіміздің ақшамызды енгізіп онлайн олимпиадаларға қатыссақ болады. Сонымен қатар айта кететін жайт, Дарын онлайнның Instagram парақшасына тіркеліп қойсаңыздар, барлық жаңалықтарды біліп отыруға болады. Дарын онлайнның бонустары дегеніміз не? Бұл жерде әрбір оқушы немесе ұстаз олимпиадаға түрлі тесттерге қатысу арқылы өзіне бонус жинай алады. Яғни, Дарын онлайн сайтындағы рейтингтерге қарағанда қай оқушы қанша бонус жинады, соның барлығы тізімде жазылып тұрады. Одан кейін 10 000 бонус жинаған оқушыға
мақтау қағазы және мектепке алғыс хат жіберіледі. Яғни оқушы олимпиадаға қатысу арқылы өзіне бонус жинап отырады. Келесі телефонға жазып алатын өте ыңғайлы программа кітап деген программа. Бұл бізге әсіресе әдебиет сабағында керек болады. Аты жөнімізді жазып тіркеліп болғаннан кейін, мысалы үшін оқушыларға біз көркем шығармаларды оқуға тапсырма беретін боламыз. Бұл жерде барлық кітаптарды тегін, ешқандай ақша төлемей-ақ оқуымызға болады. Мына жерден оқу батырмасын басқаннан кейін бірден ашылады. Барлық ақын жазушылардың шығармаларын табуға болады. Назарларыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет, құрметті әріптестер. Ашылды. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, Соля Архановна. Саламатсыздар ма, әріптестер. Мен осы жаз айында Дарын онлайн платформасынан оқыдым, курстан өттім. Сол курс бойынша біраз үйренгенімді сіздерге көрсеткім келіп отыр. Мен Gmail почта аштым. Gmail почта мынау мен. Сосын барып осы аккаунт бойынша жұмыс істедім. Осы Gmail түрлі мүмкіндіктерін пайдалана отырып, Classroom бағдарламасы бойынша сабақ жүктеуді үйрендім. Осы курс барысында осы Gmail аккаунтының ішінде осы презентация, сосын документ, құжаттар дайындау және де Excel бағдарламасы бар екендігін үйрендім. Осы құжаттар дайындау барысында Classroom бағдарламасы арқылы бүгін Абай атамыздың 175 жылдық тойына байланысты сабақ жасап көрдім. Осы сабақ барысында Classroom бағдарламасына мен презентация жүктедім, сосын барып құжат, оқушыларға арналған документті қалай жүктеу жолын. Міне, қазақ тілі тілдер курсын аштым. Сосын тілдер курсын мысалы өзімнің осы курсқа тіркелетін оқушыларға жібердім. Оның ішінде мына жерде қазір бізде кім? Гүласыл Аймағамбетов және де Назерке Батенова тіркелген. Және де осы курсты кодын жіберу арқылы балалар өз тапсырмаларын алып отырды. Сосын бар задание. Бұл тапсырмаларға шолу жасап өтейік. Қазақ тілі, мына Абайдың туғанына 75 жыл толуына байланысты бұл жоба. Бұл жоба бойынша мына Абай презентация.
презентация бойынша Абайдың қайда кетіп қалды? Абайдың 175 жыл толуына орай осы презентацияда жағы бүкіл ЮНЕСКО және Түрксой түркі жұрты туралы осы Абай 175 жылдығын әлем ауқымында тойлап атқан туралы ақпарат. Содан кейін барып тапсырмалар болды, және де Абайдың бір өлеңін ютубтан жүктеп, осы Google Classroom формасына салдым. Так, задание. Осы презентацияны салдым, сосын ютубтан өлеңін оқыған үзіндісін салдым оқушының. Осы тапсырмалар берілді. Тапсырмалар берілу арқылы балалар өздеріне осы тапсырманы жүктеп, сосын оны тапсырмалардың ішінде ашық тест болды. Ашық тестті оқып, өздері жауап беруді. Кешірім өтінем, интернетке байланысты кішкене үзіліс болып жатыр. Интернет. Абай, кім Абай туралы. Абайдың өзім ұнататын жыл мезгілдері туралы, және де Абайдың өлеңі оқушыларға таратылады, және күз өлеңіндегі байғұс сөздерге түсініктеме. Осы қысқа нұсқа 5 слайдтан тұрады. Келесі келесі үйде орындалатын тапсырмалар. Үйде орындалатын тапсырмалар Абай туралы мәліметтерді ғаламтордан оқып, жауаптарын салыстыру, сосын барып сөздерге түсініктеме, және де осы алған білімдері бойынша жұмыс істеу, эссе, шағын жазу, әңгіме жазу, әңгіме айтып жіберу тексеріледі. Міне, осы менің үйренгенім. Сен өтші. Рахмет. Айжан Бейсенбек қызы, келесі сөз кезегі Гүлназ Нұрхан қызы мен Гүласыл Қазбек қызына беріледі. Просто ана жерде орыстар отырды. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Дауысым сіздерге естіліп тұр ма? Бұл үшін Google браузер арқылы Discord деп жазып, күнделікті өзіміз пайдаланып жүрген почтамызбен тіркеле аламыз. Сондай-ақ оқушылар үшін де почталары арқылы тіркелу қажет. Одан кейін оқушылар почтаға ашып өздеріне тіркеп алғаннан кейін басты бет ашылады. Басты бет ашылғаннан кейін оқушыларға бұл бағдарлама тегін, дауыстық, текстік және голосовой чат арқылы кіруге болады. Екі түрі арқылы кіруге болады, текстік және голосовой каналдар арқылы.
Одан кейін синхронды мүмкіндігі бар презентация және видеоконференция жасауға болады. Яғни мына батырмада көрсетіліп тұрғандай, бұл жерде дауысын ашып, настройкаға кіріп, Zoom сияқты видеоконференция жасап, презентация көрсетуге болады оқушыларға. Одан кейін серверге әр сынып бойынша өтетін пәндерді ашамыз. Добавить сервер арқылы біз өзіміз әр сыныпқа өтетін сабақтарымызды ашып, оқушыларды тіркей аламыз. Виртуалды сынып алаңын құрамыз. Создать сервер арқылы сынып алаңын құрамыз және оларды біз шақыра аламыз. Пәннің атын жазып канал ашамыз. Название сервера деген жерге өзіміздің әр сыныпқа байланысты пәндерімізді қазақ тілі немесе ағылшын тілі деп біз өзіміз канал аша аламыз. Оқушыларды сабаққа шақыра аламыз. Осы сілтемені әлеуметтік желілер арқылы, WhatsApp немесе Telegram арқылы оқушыларға жібере аламыз. Одан кейін оқушылар бізге сабаққа қосыла алады. Оқушылардың бізге сабаққа қосылып отырғанын білу үшін біз оларға текстовые каналы немесе голосовые каналы арқылы плюс қосу батырмасын басу арқылы біз оқушыларды қосылғанын біле аламыз. Яғни сабаққа қатысу бақылауға болады оқушылардың. Плюс батырмасын басу арқылы олар бізге басқан кезде біз оларды көре аламыз сабақта отырған екенін. Әр сыныптармен ата-аналарды рөлдерге бөліп сақтауға болады. Бұл жерде осы парақшада настройка арқылы кіріп, роли деген батырмасы арқылы әр сыныпты келесі көрініп тұрғандай 5-ші Е сыныбы, 3-ші Д сыныбы, ата-ана деп әр қайсысын әртүрлі түстермен белгілеп аламыз. Одан кейін біз оларменен байланысуға болады. Бұл жерде осы Discord бағдарламасының біз тиімділігін айтатын болсақ, өте жеңіл қолдануға, үйренуге өте жеңіл. Одан кейін балаларға Gmail болмаса да email почталары арқылы кіруге болады оқушыларға. Одан кейін виртуалды порядок дейміз ғой, тәртіп, үй жұмысы, кері байланыс, жиналыс өткізу деген сияқты тәртіппенен біз өзіміз қарай аламыз. Әр топтарға бөліп, әр сыныптағы сабағымызды реттей аламыз. Қолжетімділік одан кейін. Яғни телефонға, компьютер болмаса да телефонға скачать етіп, жүктеп, регистрациядан почта арқылы тіркеуден өту керек. Бұл жерде тегін бұл бағдарлама. Одан кейін сабаққа қатысқандығын бақылаудың оқу сапасын ала аламыз біз өзімізге. Одан кейін ұстаз бен оқушы арасындағы сенімді құрал ретінде, яғни бұл Zoom сияқты біз өзіміз презентацияларымызды көрсете аламыз және демонстрация экраны арқылы Zoom сияқты жиналыстар жасап байланысқа шыға аламыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Сіздерге келесі сөз кезегі Камила Жайлауқызы мен Мөлдір Садуақасқызына беріледі. Қайырлы күн, әріптестер. Дауыстан ақырын шығып жатыршы. Қайырлы күн, әріптестер. Дауысымыз естіліп тұр ма енді? Ақырын естіліп тұр, кішкене қаттырақ. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі Абай атамыздың 175 жылдығымен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Енді мен Мөлдір Садуақасқызы және Камила Жайлауқызы екеуміз Дауыстарыңды кішкене қаттырақ шығарыңдар. Жазғы демалыс уақытында Азия Академиясының бейне сабақтарды құру және ұйымдастыру курсында үйренген Коутун программасы арқылы бейне сабақты құруды сіздерге қазір көрсетеміз. Әлі де ақырын болып тұр ма?
Ең басында алғы сөзімізді Абай атамыздың еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалар сөзімен бастағымыз келеді. Алдағы оқу жылында барлық еңбектеріміз жансын деп тілейміз. Бұл қайырлы кеш, қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Біздің Элап Азия курсында үйренген Поутун бағдарламасы кіру үшін Google Chrome арқылы Poutun деп басып жазып аламыз. Бұл бірінші бөлімде тіркелеміз. Тіркелген кезде осындай парақша шығады сіздерде. Бұл парақшада Sync Up Free деп жазылған сөзінде бұл жерде тіркелеміз. Тіркелгеннен кейін одан кейін келесі парақша ашылады. Тіркелгеннен бұл жерде атыңызды, фамилияңызды және пароліңізді енгізіп болғаннан кейін жалғастыру тетікшесін басамыз. Естіліп тұр ма даусымыз? Естіліп тұр ма, құрметті ұстаздар? Естіліп. Одан кейін сол жалғастырғаннан кейін келесі бетке шыққанда мына осы бет шығады. Бұл бетте сіздерде сіздердің өздерінің электронды почталарыңызға келеді. Келесі кезекте почтаңыз растау хаты келеді. Бұл жерде хатты ашып, растау керек және жалғастыру тетікшесін басамыз. Бұл жерде мен деп тұрады, өз жерде ағылшынша жазылған мұғалім тетікшесін басасыз. Басу арқылы келесі Poutun жұмысқа екінші бөлімге көшесіз. Poutun жұмыс жасалғанда келесі бет ашылады. Келесі бет ашылған кезде бұл жерде видео түрлері көрсетіледі сіздерде. Одан кейін басты меню бар. Одан кейін осы видео жасау арқылы бәрін шыққаннан кейін, видео жасап құрағаннан кейін сіздерде мына жерде видеоларыңызды осы жерде сақталады деген My Poutun деген тетікше бар. Сол арқылы. Ал бұл жерде айта кететін болсақ, Poutunға файл енгізу, импорт файл деген. Мына жерде ең басты меню бұл басты парақша. Одан кейінгі батырма ол шаблондар, сосын бланктер. Бұл жерде сұрақ белгісі тұрған белгі ол көмек. Егер де сіз түсінбеген жерлеріңізді осы жерге басу арқылы түсінбеген жерлеріңізді біле аласыз. Бланк тетікшесін басып, жаңа видео дайындауға болады. Шаблондардың тетікшесін басып, дайын дизайнер табуға болады. Бұның артықшылығы дайын дизайнерлер мен шаблондар бар. Енді бұл жерде сіз осындай жаңа парақша ашылады. Жаңа парақшаны ашып, мына жерден өзіңізге керек формат таңдап аласыз. Бұл парақшаның, Poutunның ең негізгі функциялары үстінде көрініп тұрады. Бірінші меню, одан кейін келесі өңдеу және жасау функциялары, көмек, одан кейін өңдеу, егер де сіз қайтадан өңдейтін болсаңыз, осыны басу арқылы бұл алдғы артқа функциялары. Мына тетікше файлдың артын өзгертуге болады. Совет несімен сақтап аласыз. Алдын ала көрсетуді мынадан қарауға болады. Preview деп жазылған. Мынадан бөлісуге болады сіздің орындағандарыңызды, және де экспорттайсыз. Бұл жерде, бұл парақшада тор режимі бар. Екінші файл форматы, содан кейін масштаб, оны үлкейтіп кішейте аласыз, және де дизайн құра аласыз. Парақшаның оң жақ тетікшесінде осындай нелер, батырмалар бар. Бұл жерде бірінші көріністер, содан кейін мына батырма фон. Егер де сіз жасаған видеоның фонын көре аласыз. Одан кейін мына белгіде текст құрастырып жаза аласыз. Мына жерде батырмада кейіпкерлер, және де реквизиттер, фигуралар, суреттер, видео құрастыра аласыз. Және де мынау арнайы туған күн сондайларға керек эффектілер, және де дыбыс. Бұл жерде бәрін жасап болғаннан кейін өзіңіз көру арқылы видео құрастырасыз. Видеоны құрастырып болғаннан кейін мына жерде параметрлерін өзгертуге болады.
тағы да слайдтар қосуға болады. Мына дыбыс көлемін өзгертіп немесе азайтуға болады. Және де жасаған видеоны ойнатуға болады және тоқтатуға болады. Назарларыңызға рахмет. Бұл коутун бағдарламасын бұл теориялық түрі болатын. Енді қазір практикалық, яғни біз осы Python программасын қолдану арқылы 6-шы сыныптың мектеп бағдарламасында бар Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңіне құрдық анимация арқылы. Қазір қарап шықсаңыздар болады. Қазір кішкене күте тұрыңыздар, қазір қосылсын. Қазір кішкене интернеттің байланысты қосылмай жатыр. Бұл жай ғана қысқаша үлгісі болатын, осылай дайындасаңыздар болады. Осымен біздің таныстырылымымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, бірақ видеоларыңызды көре алмадық. Енді чатқа, жағы практикалық жағын көре алмай қалдық. Чатқа жібересіздер онда. Оны асықпай көріп жатармыз. Келесі сөз кезегі Ұлжан Ермек қызы мен Ахмет Бақыт қызына беріледі. Қыздар, осы соңғы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз сіздердің назарларыңызға Google Classroom платформасын тереңірек түсіндіру үшін видеоролик ұсынбақшымыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Қашықтан білім беруде қолданылатын платформалардың бірі Google Classroom платформасы. Бұл платформаларда біз қандай функцияларды іске асыруға болады, яғни өз сыныбымызды құралып, оқушылар курсқа жазуды ұйымдастырамыз, оқушылармен қажетті оқу материалдарын бөлісу, олармен тығыз қарым-қатынас орнату және оларды бақылау, тапсырмалар беру сияқты. Ал мұғалімдердің қандай көмегі бар? Уақытты үнемдеуге, сабақтарды оңай және тез ұйымдастыруға, оқушылармен қарым-қатынас жасауға көмектеседі. Жалпы Google Classroom сервисінің артықшылықтары ол жасалатын курсты құру қиын емес, және де тыңдаушылардың білімін тексеру мүмкіндігі бар. Қолжетімді сервисте жарнама жоқ, оқу курсын өткізу үшін 20-ға дейін оқушылар шақыруға болады. Курстың барлық материалдары Google дискінде сақтауға болады. Соның ішінде оқушылар орындаған тапсырмаларды сақтауға және жұмысты өте ыңғайлы ұйымдастырудың жолдары қарастырылған. Жалпы тапсырмаларды құру және топтастыруда Google Classroom платформасында құжаттармен және Google дискімен және Gmailмен жұмыс істеуге болады. Сондай-ақ олар балалардың тапсырмалары кім тапсырған немесе кім тапсырып үлгермеген уақытта режимі жеке-жеке жұмыстарға түсініктеме беріледі. Тиімді қарым-қатынас, яғни бұл жерде коммуникация, оқушы мен мұғалімнің арасындағы қарым-қатынас
коммуникация мүмкіндігі мұғалім мен оқушылар арасында оқушылар өзара пікір алмасу негізінде байланыс орната алады. Яғни кері байланыс орната алады. Жұмысты ыңғайлы ұйымдастыру. Сынып әрбір тапсырма мен әрбір оқушы үшін дискіде автоматты түрде папкаларды құрады. Ал оқушылар әрдайым тиісті бетте қандай тапсырмаларды орындап кеткенін көре алады. Сонымен Google Classroom қосымшасын қайдан табуға болады? Яғни ол үшін Google Classroom деп ашып, одан ары Google қолданбағанын қараңыз. Яғни біз поискқа Google Classroom деп жазамыз. Одан кейін бірінші нәтижені басып, продолжить дегенді жалғастырамыз. Ашығаннан кейін сіз Google Classroom деп онда сіз өз курсыңызды немесе қол жеткізген оқу курстарын таба аласыз. Сіздің құрметті әріптестер, Google Classroom платформасын қолдану үшін ең алдымен Google-ға Google Classroom деп жазыңыз. Жалпы Google Classroom арқылы түрлі тапсырмаларды беруге, оларды тексеруге, тест тапсырмаларын құрастыруға болады. Мен ертерек тіркелгендіктен менде бір жаңа курс бар. Яғни бұл жерде сіздер әр сыныпты әртүрлі папкаларда сақтауларыңызға болады. Өзімнің курсымды создавать ету үшін ең алдымен поиск батырмасын басамын. Создать курс. Ары қарай продолжить батырмасын басамын. Название курса деген жерге қазақ тілі әдебиеті. Раздел деген жерге бөлім бойынша тақырыптарды жазуға болады, бірақ бұл міндетті емес. Аудитория деген жерге сыныпты жазамыз. Мысалы, 4-ші сыныбы дейді. 4-ші сыныбы. Біздің курсымыз құрастырылды. Құрастыру көп уақыт алмайды. Құрастырылды. Бұл жерде 3 бағдарлама бар, яғни лента, задание, пользователь деген бағдарламалар. Лента бөлімінде біз оқушыларға түрлі хабарламаларды жеткізе аламыз. Яғни ол үшін новая запись батырмасын басамыз. Мысалы, кез келген хабарлама. Келесі бөлім бойынша жиынтық бағалау болады. Ережелерді қайталап жүріңіздер. Және де астына қайталау керек ережелерді тіркеп қойсаңыздар болады. Ол үшін файл батырмасын басамыз. Мен ертерек ережені сақтап қойғандықтан менде шығып тұрады. Ал егер сіздер бірінші рет тіркеліп тұрсаңыздар, бұл платформаға загрузка бөліміне өтесіздер. Browse деген батырма тұрады. Browse деген батырманы басамыздар. Ары қарай медиатека деген батырма шығады. Осы түсті басамыз. Ары қарай өзіңіздің сақтау керек, мысалы, дайын тапсырмаларыңызды құрметті әріптестер, құрастыру көп уақыт қойсаңыздар, бұл терек ережені сақтап қойғандықтан менде шығып тұрады. Ал егер сіздер бірінші рет тіркеліп тұрсаңыздар, бұл платформаға загрузка бөліміне өтесіздер. Browse деген батырма тұрады. Browse деген батырманы басамыздар. Ары қарай медиатека деген батырма шығады. Осы түсті басамыз. Ары қарай өзіңіздің сақтау керек, мысалы, дайын тапсырмаларыңызды. Құрметті әріптестер, видеоның соңғы жағы жазылмай қалыпты, сондықтан группаға жіберетін боламыз толықтай видеоны. Назарларыңызға рахмет.
Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мына видео сіздерге ұсынылып отыр. Бұны мен InShot программасы арқылы жасадым. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіл қатынас құралы. Бөлім мәдениет. Сабақтың мақсаты лексиканың ауызекі сөйлеу және сөздік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы таныңыз. Кіріспе бөлім. Тілімізге бай болуы ол ұлтымыздың батыры деп түсінеміз. Тіліміздегі сөздер бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасайды? Екінші сұрақ бат жазу, яғни бір-біріне сүйіншісін, қуанышын, өкінішін айту, жазу арқылы қарым-қатынас жасайды. Бұл кезде біз тілді пайдаланамыз. Сабақ арқылы сөйлесіпті. Жолда барамын, сау бол, ботақан, менен бәріне сәлем айт. Дұрыс құрастыра отырып, сөз мәдениетін сақтай отыру қажет. Сөз мәдениеті сөздердің мағынасына қарай дұрыс қолдану, сөйлеу үстінде оларды бір-бірімен қиюластырып, үйлестіріп дұрыс айту, емле сөз тілі мәдениетінің Қадыр Мырза Әлінің өлең шумақтары ұсынылған. Ендеше сіздер мына сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Екі көзің не үшін керек? Екі қолың не қойып, өлеңді аяқтап жазыңыздар. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар. Құрметті әріптестер, бүгінгі қазақ тілі мен әдебиет пәні бірлестігі мұғалімдерінің ұйымдастырған шебер сыныбы сіздерге сапалы сабақ жоспарлауға көмегін тигізеді деген үміттеміз. Сұрақтарыңыз болса, бізге жіберсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Рахмет, керемет ұйымдастырыпсыздар. Сұрақтарыңыз болса, енді жетіге шықсаңыздар болады. Әдіс бірлестігі мұғалімдеріне үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл үлкен дайындық. Өздеріңіз көріп отырғандай. Қош, сау болыңыздар. Рахмет, Замира апай. Қарайсыздар, жақсы еңбек жасапсыздар. Жақсы, рахмет, құрметті әріптестер, ризамыз. Бұның бәрі бірлестіктің бірге атқарған жұмысы. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.